Сәлем достар, мен сіздермен бүгін 2004 жылы шыққан «Дверь в полу» атты фильмге бірге шолу жасайтын боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Фильмде жағажай жағасында Мэтт есімді орта жастағы жазушы адам өмір сүреді. Және оның Мэрион есімді әйелі мен Рот есімді қызы бар болатын. Мэттің үйінің қабырғасында кішкентай балаларының суреттері ілініп тұрады. Айта кететін жағдай, бірнеше жылдар бұрын Мэттің сол кішкентай балалары жол апатынан қайтыс болған болатын. Осы жағдайдан кейін Мэттің әйелі Мэрион біраз уақыт бойы тұңғиық ойға батып, өз қалпына келе алмай жүреді. Және Мэттің Рот есімді қызын бала күтушісі қызы қарайтын. Рот өзінің үлкен ағаларынан айырылғандықтан үлкен ағаларының қабырғадағы фотоларын күнде қарайтын. Жол апатынан кейін Мэтт жүргізуші куәлігінен айырылғандықтан өзінің қасына Эдди есімді жігітті жүргізушісі қылып алады. Осы жағдайдан кейін Мэрион қатты күйзеліске түскені соншалықты отбасындағы адамдардан алыстай бастайды. Және бұл жағдайдан кейін Мэтт пен Мэрион ара қатынасын дұрыстау үшін екеуі екі бөлек тұруға шешім қабылдайды. Және осыдан кейін Мэтт өз үйінде тұрып, ал Мэрион болса қонақ үйге орналасады. Осыдан кейін Мэрион көлік жүргізе алмағандықтан Эддиден көмек сұрайды. Арада бірнеше уақыт өткен соң Мэрион мен Эддидің арасында сезім пайда болады. Эдди жас сымбатты жігіт болатын, ал Мэрион болса жасы біразға келсе де біраз жігітті сындыратындай қауқары бар еді. Эдди Мэрионды көлікпен белгіленген жерге жеткізіп тастаған соң Эдди Мэттің үйінде тұрады. Және Эдди Мэттті өзіне үлгі тұтады, себебі Эдди де Мэтт секілді жазушы болғысы келетін. Бір күні Мэтт өзінің отбасында болып жатқан жағдайдың барлығын көлік жүргізушісі Эддиге жайып салады. Және Мэтт осыдан кейін Эддиді бала күтуші қызбен таныстырады. Айта кететін болсақ, Мэттің жалаңаш әйелдерге қарап сурет салу өнерде бар болатын. Келесі күні Эдди Мэрионды кездейсоқ кинотеатрда кездестіріп қалады. Және осыдан кейін Эдди мен Мэрион екеуі бірге тамақтанатын жерге барып, екеуі бірге тамақтанады. Осыдан кейін Эдди Мэттің үйіне оралған соң Мэрионның суретіне қарап өзінің мүшесін қолмен рахаттандырады. Және осыдан кейін Мэтт үйіне келген сәтте Эдди барлық нәрсені әрең дегенде жинап үлгереді. Келесі күні Эдди Мэрионды жағажайда аңдиды. Және Эдди Мэрионға барып айта алмағандықтан Эдди Мэрион тұрып жатқан үйге келіп Мэрионның іш киімдеріне қарап, мүшесін қолмен рахаттандырып жатырған сәтінде Мэрион Эддидің үстіне түседі. Осыдан кейін Мэрион диванға отырып Эддиді өзінің қасына отыруын өтінеді. Сол сәтте Эдди Мэрионға өзінің сезімін ашық білдірген сәтте Мэрион оны естімеген кейіп танытып отыра береді. Арада бірнеше сағат өткен соң Мэрион Эддиге келіп, содан кейін екеуі біраз әңгімелесіп, артынша екеуі төсекте қалағандарын жасап рахаттанады. Осыдан кейін арада бірнеше күндер өткен соң Эдди мен Мэрион тағы да төсекте қосылып жатырған сәтінде олардың үстіне қызы Рот түсіп, осыдан кейін Рот жылап барып әкесі Мэттке Мэрион мен Эддидің қосылғанын айтып береді. Осыдан кейін Мэтт бұл жағдайға ешқандай реакция танытпай Мэрионға жай ғана ажырасайық дейді. Және қызым Ротты менімен қалсын дейді. Осыдан кейін Эдди Мэрионға күйеуің Мэтт жайлы қалай ойлайсың дейді. Сонда Мэрион Мэтт жақсы адам және қамқоршы адам, бірақ менің бір жек көретінім оның жалаңаш әйелдердің суретін салуы дейді. Мэрион Эддиге күйеуі Мэттің бұрынғы моделі болған және арада бірнеше жылдан соң Мэтт жас жалаңаш қыздарды суреттейтінін айтады. Және Мэрион Эддиге өзінің алыс ел білмейтін жерге кеткісі келетінін айтады. Осыдан кейін Мэтт Эвелин есімді модель қызбен бір үйде отырып, екеуі сол үйде оңаша қалады. Бұл жағдайды естіген Мэрион Мэттті қолдайды. Бір күні Мэтт сол жас модельде жалаңаш суреттеуге ұсыныс тастайды. Және осыдан кейін Мэтт Эвелинді үйіне алып келе жатқан сәтінде оның үйінен Мэрионның кетіп бара жатқанын көреді. Бұл кезде Мэтт өзінің қызы Ротты көре алмай кеткен кезі болатын. Сол кезде Мэтт Эддиге өзінің сырын жайып салады. Мэтт пен Мэрион жол апатына түсетін күні екеуі де мас болғанын және өзінің жүргізуші қабілетінің аз болғандығын айтады. Және осы қайғыдан кейін қызы Ротты дүниеге әкелгендігін айтады. Және осыдан кейін екеуінің қайғылары басылмағандығын барлығына жайып салады. Бұны естіген Эдди жауап қайтара алмастан үнсіз қалады. Бұл жерде Эдди Мэрион қалай өз қызын тастап кетті деген ойда қалады. Ертесі күні Мэтт Эддидің орнына жаңа қызметкер алып, ал Эдди болса үйіне қайтады. Осыдан кейін жаңа қызметкер Мэттің көлігін жүргізіп, бір жағынан үйдің шаруаларына көмектеседі. Ал қызметкердің әйелі болса Мэттің қызы Ротқа қарап, ас үйдің жұмысын аяқтайды. Осымен фильм аяқталады. Видео арнаға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Қош сау болыңыздар.